жылқының етін шикідей дәм татқан. Шикідей, представляете, қайнатпай, нетпей. Басаши дейді, сашими дейді, неше аттары неше түрлі. Бірақ андай май жоқ еттер болады ғой, бұлшық еттер. Соны алады, тонка жұқа кеседі да. Сөйтіп испандықтар жақсы көреді ондай етті. Бірақ испандықтар енді көбінесе тартар қылады, бірдеңемен араластырады. Тартар жеген кезде ол сиырдың еті ғой. Жалпы шик ет деген ғой. Ал именно жылқыны шикідей жейтін әлемдегі тек қана жапондықтар. Жалпы мен сізден естіп отырмын, осы хабарға дайындық барысында білдім, жапондықтар жылқы жейтінін. Вот еще шикідей жейді. Мысалы, жал бар ғой, май. Жал деген вообще деликатес. Жалдың бағасы космос. И солар аудит жасап біздің фермада өте жоғары баға берді. И біз қазір тікелей рейс күтіп отырмыз. Астана или Алматы, Токио деген. Сол рейс ашылғаннан кейін бірінші партиялар кетеді. Все, бізде практически контракт бар.